Әдетте біз код жазғанда оны компьютер түсінетін тілде жазамыз. Бағдарламалаушылар әрине бұл кодтарға қарап көп нәрсе түсінеді. Бірақ ол біздің тілімізден әлде қайда басқаша. Сол себепті кей кезде код өте түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ бағымызға орай бағдарламада пікір жазуға болады. Пікір ол бағдарламадағы мәтіннің бір бөлігі. Компьютер бағдарламаны орындау барысында пікірді ескермейді. Ол тек бағдарламалаушы оқуға арналған. Жарайды. Сонымен біз JavaScript-те пікірді екі таяқшаны салу арқылы жазамыз. Және кез келген нәрсені кез келген тілде жазсақ болады. Жарайды. Егерде пікірдің көлемі өте үлкен болса, онда оны бірнеше қатарға бөліп жазсақ болады. Ол үшін бірінші таяқша, одан кейін жұлдызша салып, сөйлемді бірнеше қатарға бөліп жазайық. Жақсы. Міне, байқасақ, екі пікір де жасыл түске боялды. Бірақ барлығы, тіпті біздің код та пікірге айналып кетті. Оның үстіне мына жерде жабылмаған пікір деп те хабарлама шығып тұр. Міне, мына жерде біз бірнеше жолдан тұратын пікірді жазып, оны аяқтамадық. Ол үшін мына жерге жұлдызша таяқша салайық. Міне, бұл пікір аяқталып, бағдарламамыз қайтадан орнына келді. Пікір әрине, бұлай әртүрлі сөйлемді жазу үшін емес, бұл басқа адамдарға қандай код жазғанымызды түсіндіру үшін қолданылады. Енді мына бағдарламаға көз жүгіртейікші. Бұл допты анимациялайтын бағдарлама. Сөз жоқ, керемет бағдарлама. Және мұны әртүрлі қылып өзгертуге болады. Бірақ мына кодқа қарасам, аса түсінікті емес. Тіпті әртүрлі математикалық өрнектер жазылған, я? Оның не формула екені, я оның қай жақтан алынғаны белгісіз. Егерде мұны түсінгім келсе, әрбір код жолын қарап, оны өзгертіп отыруым қажет. Дәл осы бағдарлама пікірмен қоса жазылған болса қалай болады? Міне, дәл жаңағы бағдарлама өзгешелігі тек пікірлер. Ең бірінші бұл бағдарламаның мақсатын көрсететін пікір, одан кейін бағдарлама арасында кодты түсіндіретін бір жолдан тұратын пікірлер жазылған. Мысалы, бұл айнымалы не үшін қажет деген секілді. Мысалы, ең бірінші уақыт және биіктігін көрсететін екі айнымалы жарияланған. Одан кейін мына бірнеше жолмен керек формуланы сипаттап қойған. Осы арқылы доптың y координаты орнын анықтайтын болады. Одан кейін осы формуланы пайдаланып есептеулер жүргізілген. Міне, осы пікірлер арқылы бұл формуланы түсіну әлде қайда оңай. Мысалы, мына жерде бастапқы жылдамдығын үлкейтіп көрейік. Керемет. Міне, байқасаңыздар пікір болып еді, бұл бағдарламаны мен әлде қайда тез түсіндім. Сәйкесінше өзгерту де оңай болды. Енді пікірдің не үшін маңызды екеніне тағы да тоқталайық. Ең бірінші, егер бағдарламаны жазу барысында пікір қалдырып отырсақ, кейін басқа адамның осы бағдарламаны оқу арқылы үйренуіне көмектесеміз. Енді екіншіден, пікір қалдыру арқылы басқа адамның бағдарламада кеткен қатені түзетуге, немесе оны әрі қарай жақсартуына көмектесеміз. Біз пікірді өзге адамдар үшін ғана жазбаймыз. Бұл өзімізге де көмектеседі. Өзіміз жазған кодқа пікір қалдыру арқылы бағдарламаны әлде қайда жақсырақ түсінетін боламыз. Мысалы, егер жазылған кодты біраз уақыттан кейін қарайтын болсақ, бірден барлығын түсіну екі талай. Сондықтан да әрқашанда пікір қалдырып отырыңыз. Осылайша өзіңізге және өзгелерге де көмектесетін боласыз. Жарайды. Бірақ қай кезде және қай жерге пікір қалдыруым керек десеңіз, ойланатын сұрақ. Бірақ бұл сұраққа дұрыс немесе бұрыс жауап жоқ. Барлығы бағдарламалаушыға байланысты. Өз басым әдетте ең бірінші бағдарламаны сипаттап өтемін. Одан кейін бағдарлама барысында түсініксіздеу болады-ау деген тұстарға пікір қалдырамын. Әрине, әрбір код жолы үшін пікір қалдырудың қажеті жоқ. Енді сіз де пікір жазуды ұмытпаңыз.